Пилоттық жоба іске кіріскен алғашқы аптада оң нәтижелер байқалды. Бүгін Қарағандыда премьер-министрдің орынбасары Бердібек Сапарбаевтың қатысуымен міндетті медициналық сақтандыру мәселесіне қатысты алқалы жиын өтті. Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрлігінің хабарлауынша медициналық сақтандыру алдағы уақытта халықтың 90%-ын қамтуы қажет. Толығырақ тілші тарқатады. Необходимо проработать вопрос установки. Жергілікті атқарушы билікпен бірлесе отырып барлық медициналық мекемелерде төлем терминалын орнату мәселесін жолға қоюымыз қажет. Бұл еш жерде жұмыс істемейтін адамдардың өздіктерінен төлеп міндетті әлеуметтік сақтандыру бағдарламасына қатысуға жағдай жасау болып табылады. Бүгінгі күні еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі халықтың ел экономикасына үлесін тигізу мәселесімен айналысуда. Заңда белгіленген өздеріңіз білесіздер, жұмыс істеп жүрген азаматтарға жұмыс беруші төлейді, кәсіпкерлер өз-өзіне төлейді, және 15 санаттағы азаматтарымызға мемлекет төлейді. Сонымен қатар емханаларға тіркелмеген жандардың есебін жүргізген уақытта 117,4 мың адам мекен жайларын ауыстырған анықталыпты. Және 34,1 мың адам ақпараттық жүйелердің мәліметінше дүниеден озған. Сол себепті жиын барысында Әділет министрлігінің және Ішкі істер министрлігінің, сондай-ақ жергілікті әкімдіктердің жеке тұлғаларға қатысты базасын іске қосу туралы мәселе де көтерілді. Бүгінгі күні 663 мың адамның санатын анықтау қажет. Берілген түскен тағы тапсырма бар. Осы денсаулық сақтау саласына қосымша қаржылардың көзін табайық. Осы саланың материалдық техникалық базасын нығайтайық, керекті мамандар менен дер кезінде қамтамасыз етейік деп соған байланысты мынау алдымыздағы жылдың қаңтарынан бастап біз міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесін енгізуіміз керек. Тағы бір басты мәселе жарналар мен аударымдарды жүзеге асыру жиілігі, жұмыс берушілердің салық және еңбек заңнамасын сақтамауынан, сондай-ақ еңбек қарым-қатынастары заңды болмауының себебінен аударымдарды тұрақты төлемеген жағдайда жалдамалы қызметкерлердің міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінен қатыспай қалуы қаупі бар. Осыған байланысты салық заңнамасының сақталуына бақылауды күшейту қажет. Көп ауылдағылар білмейді, түсіндіріп айту керек, бару керек. Біздің қазақта бар, жарайды, болады ғой, міне өкімет аман болсын, мені далада қалдырмайды ғой деп. Бірақ қазір өкімет басқа өкімет бар. Соны түсіндіріп айтуымыз керек. Қазір ол баяғы заман емес. Ана барып тіркеліңіз, тіркелмесеңіз болмайды деп. Вот сол керек. Ауылда жету керек. Самый главный вопрос. Премьер-министрдің орынбасары Бердібек Сапарбаев кеңеске қатысушылардың назарын медициналық ақпараттық жүйелерді дайындау, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесін енгізу үшін аса маңызды болып табылатындығына аударды және осы бағыттағы жұмысты күшейтуді тапсырды. Ауылдық жерлердегі ақпараттық жүйемен қамтамасыз ету мәселесі мемлекет пен жекеменшік әріптестігі бағдарламасының аясында шешіп жатырмыз. Бүгінгі күні 42 нысанды спутниктік байланыс жүйесімен іске қостық. Жыл соңына дейін тағы 47 нысанды қамтимыз. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруды енгізудің бірінші айының қорытындысы бойынша біздің облыста диагностикалық зерттеулердің қымбат тұратын түрлерін тұтыну 22%-ға өскен, оңалту көмегіне қол жеткізу 38%-ға жақсарды. Жоспарлы профилактикалық тексерулер де басталыпты. Жалпы премьер-министрдің орынбасары Бердібек Сапарбаев атап өткендей, медициналық сақтандыруды енгізуге дайындық жоғары. Қарағанды облысында міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру апробациясынан алғашқы айы денсаулық сақтау жүйесінің келесі жылдан бастап бүкіл ел бойынша медициналық сақтандыруды ауқымды енгізуге дайындығын көрсетті. Аян Алматұлы, Тимур Назаргалиев, Наталья Зайцев, 5-ші арна.